қарапайым, шағын ғана ауылда өмір сүріп келе жатқан аналардың бірімін. Бала-шағамды, отбасымды асырау үшін күйеуім ғана жұмыс істеді. Мен үй шаруасында бала тәрбиесімен айналыстым. 3 қыздан соң көрген жалғыз ұлым өмірге келгенде бөркін аспанға атып қуанған күйеуімнің ұшпаққа шығаратын осы жалғызым деп сенген үмітіміз ақталмады. Балаларымды ешкімнен кем еткенім жоқ. Ауылда есік алдында бір сиыр, 5-6 қой ұстап, соның өнімдерін тамағымызға талғажу етіп жүрдік. Еттен, сүттен тарықпай, балаларым да қарны тоқ, киімдері көк болып, ешқандай мұқтаждық көрмей өсті. Күйеуімнің табысын барлығына жеткізіп отырдым. Азық-түлікті де базардан сатып алмаймыз. Кішігірім егістік жерімізге егін егіп, қыстай жейтін көкөністеріміз бен азықтық дақылдарымызды жинап, қажетімізге жаратып отырдық. Қалада тұрып, күндерін әрең көріп жүрген туыстарымызға қарағанда, біздің жағдайымыз көш ілгері деп айтар едім. Олар бізді ауылдық деп менсінбесе де, әр келгенінде керекті заттарын сұрап алып кетеді. Оларға көмек беруден де қашпадық. Кең болсаң, кем болмайсың дегендей барынша қонақ етіп күтіп, қайтарында ет пен құрт майымды, жемістерімді сөмкелеріне тықпалап жіберетінмін. Ал балаларымды солардың үйіне 1-2 күнге қонақ етіп жіберсем, қайтып үйге жеткенше асығып келеді. Кейін қыздарым бой жетіп, оқуға түсетін кезде сол туыстарымыздың үйіне жібергенмін. Үйренісіп кеткенше осында тұра тұрсын, кейін өзіне ыңғайлы пәтер тауып шығады ғой деп, сол үйдің иесіне, әйеліне тапсырып кеткенмін. Үлкен қызым болған соң, жанымыздан ұзап шықпағандықтан уайымдағаным рас. Демалыс сайын ауылға келгенде кісі есігінде жүр ғой, біреудің қас-қабағын бағып жүруде оңай емес деп, қызыма тағы да азық-түлік пен керек-жарақтарын беріп жіберемін. Сонда да олар қызыма сабақ оқуға мұрша бермей, үйлеріне сыйғызбаған көрінеді. Сол үйге қызымды қызмет етсін деп апарып қойғандай. Балаларына қарап, үй тіршілігіне қоса, күнделікті кешкі тамақты да істеу осының мойнына жүктеліпті. Оны маған қызым айтпаған еді. Бір барғанымда осының барлығына куә болып қайттым. Сөйтіп, қызымды жатақханаға шығарып, тек қана сабақ оқуына содан оңтайлы жол жоқ деп шештім. Туыстарымнан көңілім қалса да, реті келгенде алыстан сыйласып аралас-құраластығымызды жоғалтпадық. Қызым оқуының соңғы курсы қалғанда тұрмысқа шықты. Қыздарымның барлығында оқыттым. Кісінің қолына қаратпай, жатақханада жатып-ақ оқуларын бітіріп тұрмысқа шықты. Қыздарымнан көңілім тоқ. Әр қайсысы өздеріне бұйыртқан несібелерін теріп жеп, жанұяларымен бірге бақытты өмір сүріп жатыр. Ал кенжем, әрі жалғыз ұлым оқуға ынталы болмады. Әкесі де өз есімін жазып, бірге-бірді қосуды білсе, ақша санай алса болды. Оқымағандар да жерде қалып жатқан жоқ деп, ұлының сөзін сөйледі. Ұрып-соғып, оқуға ынталандыра алмайсың ғой. Баламның өзі оқымаймын, құрылыс жұмыстарын істесем де, ақша тапсам болды, аш қалмаймын деп жатып алған соң, еркін өзіне қалдырдық. Бір ай үйде жүрген соң, әкесі екеумізден рұқсат алып, Алматы қаласына кетті. Оны жібергім келмесе де, жігіт қой, үй күшік етіп, үйретпей, жолына тосқауыл қоймай-ақ қояйын деп рұқсатымды бердім. Жолына қажеттісінің бәрін дайындап, қолына қаражатта ұстатып жібергенмін. Я, талай-талай қиындықтарды бастан кешіріп, тауы шағылса да елге қайтпады. Келіп-кетіп хабарымызды алып тұрады. Талай алаяқтарға алданып, еңбекақысын мүлдем ала алмай қалған кездерде болыпты. Жанында жол көрсетіп, ақыл айтатын ешкімі де жоқ. Бір кедергіге тап болып, аяқ асты жамандыққа ұрынып қалмаса екен деп, жанымды шүберекке түйіп жүрдім. Бір жылда ұлым қалаға да, жұмысына да үйренісіп, әкесі екеумізге ақша салып тұратын болды.
Онысына марқайып, кеудесін мақтаныш кернеген отағасы: «Әне, менің ұлым, ол бізге тапқан табысын салып жіберіпті», деп кім келсе соған мақтануынан танбады. Сонысы бекер болды. Қанша айтқанмен әртүрлі адам бар. Біреуі сүйсініп, шын пейілмен қуанышымызға ортақтасса, бірі көре алмаушылығын танытады, қызғаныш қылады. Бәлкім соның да әсері болды ма екен. Ұлым жақсы табыс тапты, бізге көмегін беріп, ауылдағы ескі баспанамызды жаңалатты. Азын-аулық малымызға тағы да 5-6 тұяқ қосты. Ау ішінде де пәленшенің жалғыз ұлы 10 балаға татиды. Бір өзі үйде салды, мал да алды. Әке-шешесінің қолын жылы суға малып қойды деп ауыздарының суы құритын. Шынында да ұлым елдің назарында болды. Айналдырған 4 жылдың ішінде жақсы табыс тауып, үлде мен бүлдеге орап тастады. Енді тезірек келін түсіріп, немере сүйсем 4 құбылам түгел жанға айналар едім деп тәтті қиялға берілетінмін. Бірақ арманымның ауылы алыстай берді. Ұлыма маған келін керек, немере сүйгім келеді деп құлақ қағыс етсем де асыға қоймады. Жасы 30-ға таянғанда ғана жағымды хабарды жеткізді. «Мама, мен үйленемін. Орамалыңызды дайындап, келініңізді күтіп алыңыз» дегенде қуаныштан жүрегім жарылардай болдым. Әкесіне айтып, тез арада тойға дайындыққа кірісіп кеттік. Келінім көрген адамның көзі тоймайтындай сұлу, өте келісті болып жолықты. Келін келеді деп шапқылаумен жүріп, оның шыққан жерін, ата тегін, отбасын сұрауды да естен шығарған екенмін. Бастысы, ұлым қалап үйленсе, жақсы отбасылардың бірі болады деп сендім. Оның үстіне ұлым да жас емес, өзіне не керектігін жақсы біледі. Сондықтан ұлыма сендім. Бірақ жар таңдауда ұлым қателесіпті. Сыртқы сұлулығына тамсанып, көзі байланған шығар. Келінім өрімде жас болғанымен көп нәрсе көрген екен. Сұлуға сұқтанбайтын жан бола ма? Өз сұлулығына сенген ол, көрсе қызарылығын ақылына жеңдіре алмады. Алғашқы неке түнінде ұлыма адал болмағанын бәріміз білдік. Ұлымызда аздап көңілі түсті. Келіннің оны не деп сендіргенін қайдам, ары қарай да бірге болатынына сендірді. Мен не дей аламын? Әрі-беріден соң елден ұят, барлық жоралғылар жасалып қойған. Ұлым да оны жақсы көретіні көзінен көрініп тұр. Бір қателік еткен шығар. Сол үшін өмір бойы бетіне салық етпей қояйық. Бастысы, тату-тәтті жанұя болып кетсе болғаны деп, аналық тілекпен жабулы қазанды жабулы күйінше қалдыруға келістік. Келінім де осыған қуануы керек еді. Берілген мүмкіндікті де тиімді пайдалануы керек еді. Ал ол барлығын керісінше істеді. Өзінің келін екенін де ұмытып, құрбыларыммен кеттім, шақырып еді деп 1 сағатқа ғана сұранып кететін ол бұл жүрісін үдетті. Содан шындық жария болмай қоймайды ғой. Келінімнің жеңіл жүрісі туралы ауыл-аймаққа таралғанда басымды көтеріп жүре алмай қалдым. Ұлым да ол туралы естіген соң әйелін үйден қуып шықты. Екеуі ажырасқан соң ұлым біраз уақыт өз-өзіне келе алмай жүрді. Оны уайым етіп, көзден таса қылмауға тырыстым. Содан ауылда көп жүре алмай ұлым қайтадан бұрынғы жұмысына кетті. Бірақ бұрынғыдай табыскер бола алмады. Сонда жүріп, бір келіншекпен көңіл қосқан көрінеді. Оның үйі бар, күйеуінен ажырасқан бір баласы бар. Ұлымнан 2 жас үлкен келіншек екен. Соған үйленемін дегенде, ұлым да ол келіншекте өмірден бірі таяқ жеген. 2-ші рет қателеспейтін шығар. Жасында тұрған ештеңе жоқ. Баласы да бізге қол байлау болмайды. Ол келіссе баласын да өз атымызға жаздырып аламыз. Бастысы, бірлесіп өмір сүрсе, жақсы отбасы болса,
ата-енесін сыйлайтын келін болса болды деп келістік. Беташар жасаған жоқпын. Көршілер мен ағайын-туысқа тамақ беріп, ұлымның үйленгенін атап ырымын жасадық. Неке суын ішкізген соң, олар ауылда көп тұрақтамай қалаға кетті. Мен де қарсы болмадым. Сол жақта жүргені барлығымызға тиімді еді. Бірақ ол келінімен де көп отаспады. Араларынан қандай ала мысықтың жүгіріп өткенін білмейміз. Екеуі ажырасып тынды. Содан кейін ұлым ішкілікке бой алдырды. 2 рет отбасының ойран болғаны ешкімге оңай емес. Ұлымның бақытсыз болғанына әкесі екеуміздің жүрегіміз қарс айрылардай болып, ұлымнан кем ауырған жоқ. Тіпті мұндай күйікті көтеріп жүру күйеуіме ауыр соққы болған сонша, қазір жүрек ауруына шалдығып, 2 күннің бірінде төсек тартып жатып қала беретін болған. Қыздарым келіп, жағдайымызды сұрап, үй шаруасына көмектесіп тұрады. Ал ұлым сол бойы оңалмады. Оны жігерлендіретін қаншама сөзді айттым. Әпке жезделері де оны адам қатарына қосу үшін қолдарынан келген жәрдемін аямады. Апармаған жеріміз де жоқ. Қатты көңілі қалды ма, 3-ші рет үйленуге де зауқы соқпады. Осы ұлым уайымым болып тұр. Немере сүйсем деген, арманыма жете алмай қаламын ба деген қорқыныш маза бермейді. Ұлым өмірден қубас болып өтсем де енді үйленбеймін деп отыр. Ал ұлым үйленіп, ұрпақ өрбітпесе, бір атаның аты өшті деген осы шығар. Күннен күнге ұлымызды арақ шалмап бара жатса, отағасы екеумізді уайым тұңғиығына тартып әкетіп барады.